Балам мені тастамашы, басын төмен салып, ешкім жылағанын көрмесін деген оймен келе жатқан Шамшырақ абайсызда бір жігітке соқтығысып қалды. Ол жігіт байдың ерке баласы Рашид. Сол күні оқуға төбе көрсету келген. Алдынан ерекше сұлуды байқаған жігіт артынан жүгіріп, қандай жатақханада тұратынын біліп алды. Сол күннен соң Шамшырақтың артынан түсуін шығарды. Шамшырақ ару ешқандай жігітке қарамайтын. Бірақ осы бір көңілді жігіт неше түрлі сыйлығымен айналасындағы қыздардың жүрегін сыздатқаны Шамшыраққа күлкі сыйлады. Десе де декан сымағы ізіне түсіп алған еді. Бұл сырын байғұс ешкімге айта алмай қиналды. Біреуге айтса оқу орнында сөзге қалатындай, бар абыройдан айырылатындай боп көз алдына елестетеді. Сабақтарының кейбірі деканның араласуымен 5-тен 4-ке түсуде. Қанша жерден жақсы оқыса да болар емес. Рашидтің байдың баласы екенін талай қыздардан естіген. Бәлкім көмегі болар деп Рашидпен дос ретінде араласуды жөн көрді. Солай достықтан басталған сезімі ғашық болумен аяқталды. Кейіннен сабағы дұрысталған Шамшырақ қуанышты еді. Өйткені Рашид деканды орнына қойған. Арада уақыттар өтіп жатты. Бауыр басқан екі ғашық қол ұстасып жиі қыдырады. Рашид Шамшырақты жиі ренжітіп алады. Бірақ жігітке ғашық болған Шамшырақ қайта кешіретін. Солай жүргенде екі ғашық отбасы болуды жоспарлайды. Өз ойларымен бақытты болатын жандар қиялданып жүрді. Алайда Рашидтің ата-анасы қарсы еді. Ұлының отбасы құрамын дегенін естіген. Ата-ана қызын отбасы туралы сұрап, естігенде түрлері өзгеріп кетті. Анасы, басың жасай ма, бізді қайдағы бір жарлымен туыс қылмақсың ба? Есіңді жи, мен түк көрмеген ауылдың қызын келін қылмаймын. Тірі тұрсам, ол жарлыны мына шаңыраққа кіргізбеймін деп ашуланып айтты. Кешке келген әкесі естіп тағы ұрыс шықты. Бала, саған не жетпейді? Сен үшін бәрін жасап жатырмыз. Бізді көрге тыққан келмесе, ол жарлының қызын ұмытып, дені дұрыс отбасының қызымен жүр. Не көп айналаңда жаңа жәкеңнің қызы бар. Бәкеннің қызы да сенімен қатарлас. Ертең ол жарлының қызы осы үйдің сиқын кетіргенімен қоймай, жиып терген байлығымызды өз үйіне таситын болады. Сенімен ақша үшін жүргені шүйке бас деп әңгімесін аяқтады. Ертеңіне досынан қарызға ақша алған Рашид Шамшыраққа барып үйден кеткенін айтып, бірге пәтерде тұруға ұсыныс айтты. Басында қыз келіспеген. Ренжіп қалған ғашығына амалсыз қыз бірге тұруға келісті. Бәрі жақсы сияқты, бірақ жігіт көп ұзамай Шамшырақты өз дегеніне көндіріп, неке қиылмай ерлі-зайыптылар секілді өмір сүріп жатты. Арада бір ай өтпей жатып, Шамшырақ еш себепсіз оқудан босатылды. Бұған себеп Рашидтің ата-анасы. Анасы тұрып жатқан пәтерге келіп, Шамшыраққа айтпағаны қалмаған. Намысына тиген сөздерді қарша боратқан Шамшырақ болса, оқудан шығып қалғанына жылап, күйзеліске түсіп, Рашидпен жиі ұрысып қалатын. Бәріне сен кінәлісің. Сенің кесірінен оқудан шықтым. Енді анама не деймін? Деген қыз екі тізесін құшақтап жылай берді. Рашид қанша кешірім сұраса да, Шамшырақ ашумен кет, көргім келмейді сені де, сенің әке-шешеңді де, деп қуған еді. Сол күні үйден шығып кеткен Рашид кетерінде, мен сен үшін үйден кеттім, сен мені сүйеді екен деп қатты қателесіппін. Өміріңнен мәңгі кетемін, деп есікті тарс жауып кетіп қалды. Сол күннен соң қанша күтсе де Рашид оралмады. Шыдамы жетпей кешірім сұрау үшін Рашидтің үйіне барды. Ол жерден Рашидтің Америкаға кеткенін естіп, бұл сөзге сенгісі келмей, күзетшіден қайта-қайта сұрай берді. Күзетшінің айтқан уақытта Рашидпен ұрысқан күннен тура келеді. Рашид кеткен күнінен 5 күннен соң кеткен екен. Жылап жүріп бүкіл киімдерін жиыстырып ауылға қарай жол тартты. Ішінде Рашидтан қалған тосын сыйын мүлде сезбеді. Оқудан жігіт үшін шығып кеткенін жасырмай айтқан қызды анасы әбден ұрсып қол көтерді. Қанша оқыған еңбегі зая кеткені іші күйіп барады. Өзіне қол жұмсап, өлгісі келген қызын көріп қойған анасы құшақтап, мені тірей өлтіргің келді ме?
Мен өмір бойы өкініп өтсін дедің бе, қызым? Мен ашумен айқайладым. Енді бұлай жасамашы. Сендер үшін жүрмін ғой мына өмірде. Ана мен қызы жылап құшақтасып отыр. Сол кезде анасы қызын көрмегенде Шамшырақ бұл дүниемен қош айтысар еді. Ішіндегі бейкүнә періштесі ме, әлде Алланың ісі ме, әйтеуір бір өлімнен аман қалды. Іші өскен Шамшыраққа біраз ер адамдар қолын сұрап келді. Алайда қыз келіспей, отбасы құруды мүлдем ойламады. Күні түні бар ойы Рашид қайтып келеді деген үзілмес үміті бар еді. Сол үшін де басқа жанмен отбасы құруға асықпады. Арада 3 жыл өткен еді. Шамшырақ сол баяғы үмітімен алданып жүр. Анасы қанша ақылын айтса да, ешбіреуіне құлақ аспай, ұлын өте ерке қылып тәрбиелеп өсіріп келеді. Ауылда құр сандалып жүрген ол қалаға жұмыс жасауға келді. Басында кафе-барларда еден жуушы болып жұмыс жасайды. Бір демалысында Рашидтің үйіне келген еді. Тағы да үйіне кіре алмай, күзетшіден өте алмай қайтты. Күзетшіден Рашид туралы сұраған, білмеймін, ондай адам бұл үйде тұрмайды деп қысқа қайырды. Кезіндегі өз сөзіне өкінген Шамшырақтың қолынан тек жылау ғана келді. Рашидті сағынып жүр. Қанша жерден ұмытамын десе де ұмыта алмай, қиналып бітті. Бар алданышы ұлы ғана. Рашид іздеп келер деген оймен бұрынғы пәтерге тұрғысы келген. Алайда ол пәтерде басқа адамдар тұрып жатыр. Сол жерге жақын пәтерге орналасып, сіңлісі де оқуға сол қалаға түскен. Ауылдағы анасы бар тапқанын қаладағы қыздарының пәтеріне жібере отырды. Солай өмір өтіп жатыр. Шамшырақтың күніндегі тілегі мен бар ойы Рашидті бір рет болсын көру еді. Содан бері қанша жыл өтіп жатты. Әр демалысында Рашидтің үйіне барып тұрды. Сол кезде кезекпен ауысқан күзетші бұл үйдің ескі тұрғындары шетелге көшіп кеткенін айтты. Сол күні жүрегі жарылғаннан Шамшырақ қатты өкінген еді. Міне содан бері қанша жыл өтті. Жалғыз ұлының бетін қақпай өсіріп келеді. Бар тапқанын ұлының аузына тығады. Өте ерке болған ұлы ержеткен сайын бұзақылардың қатарына қосылып, ішімдік ішіп, темекі тартып бұзылуда. Соның өзінде Шамшырақ ана қанша ұрысса да тыңдамай, одан сайын ерегісіп, ес түсін білмей көшеде жатады. Іздеп жүріп тауып алатын ана бетіне келіп сөйлеуге қорқады. Жалғызым деп өсірген ұлы қартайған анасын мүлдем сыйламайтын болды. Баяғы Шамшырақ ұлы үшін күні түні қара жұмыс істеп, өзіне көңіл бөлмей ерте қартайғандай. Жастайынан қара жұмысқа бейім әйел барлық жауапкершілікті мойнына алды. Бірде сіңлісі жол апатына түсіп, біраз уақыт аяғы сал болды. Әкесі сияқты өмірін қор қылмасын деп, Шамшырақ пен анасы бар қиыншылыққа төзіп, 2 сағат ғана ұйқы көріп жұмыс жасайтын. Ауылдағы қара шаңырақты сатып жібергелі біраз қиындық көріп келеді. Ол үйдің ақшасына сіңлін емдетіп 5 жыл бойы сіңлінің жағдайын анасы екеу жасаған. Шамшырақ әпкем нағыз бауыр еді. Алла неге мейірімді жанға сондай сынақты үйіп берді екен деп, кейде анам байғұс Шамшырақ әпкесін есіне салып жылап алады. Ұзақ уақыт бойы қара жұмыстан көз ашпаған Шамшырақ жұмысын жиі ауыстыратын еді. Кейбір арам ойлы еркектер жалғыз басты әйел екенін білген соң тиісуді бастайтын. Кейбір жұмысында бастығы ер адам болып, тіпті зорлау әрекетіне дейін барған еді. Сол бір ер адамдардың жиіркенішті қылықтары Шамшырақтың жүрегіне инедей боп қадалды. Бәлкім содан кейін ер адамдарға деген сенімі мүлдем қалмады. Қаншама жылдар зырлап өтуде. Ұлы ержетіп, көше бұзақыларына қосылып кеткен. Күні бойы жұмыста жүретін ана ұлының мүлде күдіктенбейтін. Сұраған затына ақшасын беретін. Мүмкін ер адамның тәрбиесі жетпеді. Бәлкім Шамшырақ ана ұлының қиын өмір сүргенін қаламады. Әйтеуір ержеткен ұлына күрек ұстап жұмыс жаса деген сөзді айтпақ түгіл ойламады. Сол бір қателігі өзіне де ұлына да таяқ болып тигенін кеш түсінген ана. Соңғы жиған терген ұлына беріп, жаңбырлы түнде көз жасына тұншыға аялдамада такси күтіп отыр.
Беймезгіл уақытта аялдамада тұрған Кейуанаға тоқтаған такси Шамшырақ ананы автовокзалға жеткізіп салды. Сіңілісінің үйіне бара жатыр. Аяққа тұрған сіңілін 2 жылдан соң қаражат жиып өз қолымен ұзатып еді. Сол кезде де барлық ауыртпашылықты Шамшырақ көтерді. Өзі сияқты жалғыз басты болмасын деп аяққа тұрған сіңіліне жиі тұрмысқа шығуын айтып өз қолымен ұзатқан еді. Шамшырақтың анасы немересіне қанша ақыл айтса да, енді кеш. Жиі үйдегі тыныштық бұзылғасын анасы кіші қыздың қолына кеткен еді. Шамшырақтың сіңілі өте жақсы жерге келін болды. Күйеу баласының анасы ертеректе қайтыс болған. Сондықтан болар енесін өз анасындай алақанына салып, қарт ананың барлық жағдайын жасап отыр. Десе де үлкен қыздың жиі ойлайтын ана ара-тұра келіп тұрады. Сіңілісінің үйіне келмегелі 2 жыл болыпты. Кезіндегі мұңын жасырған Шамшырақ таң ата сіңілісінің үйіне жетті. Бәрі құшақ жайып қарсы алып жатыр. Біраз уақытта көріспеген еді. Қаладағы Шамшыраққа барса, үйінде үнемі құлып тұратын. Шамшырақ жұмыста болса, ұлы үйді құлыптап, көше бұзақтарымен қайда баратындары белгісіз. Күте-күте анасы да, сіңілісі де қайтып кететін. 2-3 күн қонақ болған Шамшырақ қалаға қайтуға жиналды. Ішіндегі мұңын ешкімге айтпай жасырып әлек. Бәлкім ұлының үйден қуғанына шыдамаған ана таңертең орнынан тұрғанда басы айналып құлады. Артында мұрнынан қан кетіп, үйдегілер шошынып, жедел жәрдем шақырды. Сіңілісінің үйіне келгелі түні бойы ұйқы көрмейтін Шамшырақ қатты күйзеліске түскен еді. Ұлының қызығын көремін деп армандаған анаға әттең бұл бақыт бұйырмады. Дәрігердің бақылауында болған Шамшырақ ананың 3-4 ай ғана өмірі қалыпты. Шамшырақ ана асқазан обырына шалдыққан. Жұмыспен, уайыммен байғұс ана мұны білмей жүріпті. Әрине жиі асқазан ауырса да мән бермеген екен. Тағдырынан алса да ажалға кім қарсы тұрған. Тез арада ұлын шақыртып, соңғы рет қоштасып, осы уақытқа дейін әкесінің кім екенін айтқан еді. Ашуланған ұлы, менің байлыққа толған өмірімді неге құрттың? Әкемді қумағанда мен көлік мініп шетелде жүретін едім. Осы уақытқа дейін неге әкемді өлді деп өтірік айттың? Деп айқайлап ашуланып кетіп қалды. Әжесі мен сіңілісі басу айтса да, көнетін ұлы ма? Көрместей болып қалаға кетіп қалды. Иә, бұрын бала кезінде сұрай бергесін шарасыздан өлді деп айтқан еді. Өйткені осынша жыл іздемеген Рашидке қатты өкпелі болды. Ұлының соңғы сөздеріне бәріне өзін кінәлі санаған Шамшырақ бұл өмірмен ерте қоштасқысы келгендей. Сіңілісі жан ұшыра таныстарын көп мөлшерде ақша жиып, әпкесін ота жасатуға көндірген еді. Алайда қара жерді құшақтап әпкесінен айырылды. Қанша жыл өтсе де анам әпкесін жиі еске алып, Құран бағыштап отырады. Шамшырақ әпкемнің өмірін анам жиі айтып отырады. Ол кезде мен бала едім. Шамшырақ әпкемнің тек фотосын көріп, қандай мейірімді жан еді деп айта аламын. Бәлкім осылай болғаны тағдыры ма? Анамның үнемі айтатын сөзі, менің осындай Шамшырақ әпкем болмағанда, мен бұл өмірде болмас едім, дейтін сөзі құлағымда жатталып қалды. Бауырларыңыз аман болсын, әрбір адам бақытты болуға лайықты, деп аяқтағым келеді. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.